Армысыздар, сіздерге бір сұрақ қойғым келіп отыр. Адамның тағдырының, болашағының қалай болмағы не нәрсеге байланысты? Мен қазір 4 нәрсені айтайын. Біреуі бір сәттілігіне де, орысша удача дейді ғой, удачаға. Екіншісі тағдырына, маңдайға жазғаны. Үшіншісі Құдайға. Төртіншісі адамның өзінің талпынысына, құлшынысына байланысты болса. Осының қайсысы үлкен әсер береді? Неге байланысты? Қалай ойлайсыздар? Сәтке байланысты, сәтін салғанына байланысты. Удача десе, удача біздің қолымызда емес, сәттілік, сәтсіздік біздің қолымызда емес, солай ғой. Біз оған ештеңе істей алмаймыз. Келісесіз бе? Сондықтан ол біздің құзырымызда емес екен. Ал енді адамның тағдыры, маңдайына не жазылды, соны көреді десе, ол да біздің қолымызда емес. Егер солай болатын болса, біздің маңдайымызға жазылды, оны біз ештеңе істей алмаймыз. Үшіншісі, енді Алла Тағала, Құдай, сені бәрін не болатыныңды, не істейтініңді түгел сені бағыттап, сол шешіп отырса, онда оған да біздің әміріміз жүрмейді, солай ғой. Біз айта алмаймыз ғой, біздің тағдырымызды былай қыл деп. Алла Тағалаға, жаратушыға, Құдайға айта алмаймыз. Не жаратты, соны көреміз. Ал енді төртіншісі біздің өмірімізге, тағдырымыздың, болашағымыздың қандай болатынына ықпал жасайтын біздің талпынысымыз болса, біздің ұмтылысымыз, әрекетіміз болса, соған біз ықпал жасай аламыз, солай ма? Олай болғанда адам баласы талпыну керек. Не болса, соны көресің. Ұмтыл, талпын, қимылда, арманда, ол сенің тағдырыңды, болашағыңды өзгертуіне бір септігін тигізеді. Енді келісу, келіспеу сіздің өзіңіздің құзырыңызда, солай ғой. Мысалы, басқа жан-жануар, басқа табиғаттағы тіршілік иелері бар. Мысалы, мынандай бір құмырсқалар болады екен. Өмірге бір есік сияқты нәрсемен жаратылған қақпа. Ол оның міндеті есікті жауып тұру. Сөйтіп жаратылды. Сөйтіп жаратылғаннан кейін ол енді ештеңкесін өзгерте алмайды. Қалай жаратылды, солай жаратылды. Тағы да табиғатта мысалы шыбындар бар. Енді шыбынды қазір мына осы жерге әкеп ұшырып жіберсең, ол мына жайқалып тұрған табиғатқа гүлге барып қонбайды. Ол міндетті түрде бір нәжіс тау болады да, сол нәжіске қонады. Әжетхана тау болады, сол әжетхананың ішінде жүреді. Ол сөйтіп жаратылды, солай өтеді. Ал араны жүріп жерсеңіз, ол міндетті түрде быз деп барады, бір әдемі гүлге қонады, хош иісті, рух шашуына әсерін тигізеді, жақсы. Және де ол балды жинап әкеледі да, ол балды жинайды. Ол сондай хош иісті өздеріне де, жалпы басқа жан-жануарға да, аюда жейді, адамға да пайдалы бір керемет өнім өндіреді. Ол енді жаратылыс, табиғаттың жаратылысы. Ара шыбын болмайды, шыбын ара болмайды. Дәл осы сияқты табиғаттың жаратылысындағы кез келген жаратылыс қалай жаратылды, солай жүреді. Бағана құмырсқа сөйтіп жаратылды, ол соның міндеті сол жаратылыс. Ал адамның жаңағы айырмашылығы, басқа хайуандардан, басқа тіршілік иелерінен айырмашылығы, адамда сана бар. Адамның қандай болмағы өмірде, ол санасының жетілуіне байланысты. Жаңағы шыбын сияқты адамдар да бар. Ол сіздің маңайыңызда да бар шығар, мүмкін сіздің өзіңізде де сондай бір кемшіліктер бар шығар. Бір кездері менде де болған, мойындаймын. Менің бір Тұрсын деген жан жолдасым бар. Екеуміз бір қонаққа барамыз, басқа бір жерлерге барамыз. Сол жерде көбінесе мен соның кемшілігін байқап отырамын. Анау дұрыс болмады, мынау дұрыс болмады деп кейбір адамдармен танысқан кезде де Тұрсын көбінесе жақсы жағын ғана көреді. Ой, мынаның, мысалы, бір ресторанға барсақ, мынаның шығандай әдемі, ыдыс-аяқ жақсы екен, тамақ жақсы екен, даясы жақсы екен, тұрған жері жақсы екен деген сияқты бір үнемі жақсы жағын көріп жүреді. Мен бір ұнамаған нәрсені көп байқап қоямын. Айталық, біреу той жасады, тойға барған кезде, тойдан қайтып бара жатқан қанша адам болса, әркімнің пікірі әртүрлі. Біреу сондағы болған қатты музыка шықты ма, даяшынікі дұрыс болмады ма, тамағы дұрыс болмады ма, асабасы дұрыс болмады ма, ылғи сондай бір көлеңке жағын көріп жүреді.
Ал біреулер керісінше жақсы жағын көріп жүреді. Солар жақсы жағын көп көрген адам әдетте ол көп жақсылық та жасайды маңайына, ара сияқты. Енді басқа жануарлардан айырмашылығы, армысыз қандасым, біздің YouTube каналдағы видеоларды қарап, лайк басып, таратып жүргеніңізге көп рахмет. Арнайы біздің YouTube каналында көрермендерге арнап, яғни сізге арнап, мен 3 күндік тегін алда жаса атты аламан интенсив жасап шықтым. Осы 3 күннің ішінде сіз өзіңіздің қолыңыздан келетін болашағы бар кәсібіңізді таңдап, алғашқы жарнамаңызды беріп, клиенттер әкеліп, табыс таба бастайсыз. Кәсіп жасауды барынша қарапайым, түсінікті қылып, тиімді жолын көрсетіп беремін. Дәл қазір кәсіпшілер онлайн интенсивте 200-ден астам сұранысқа ие, дәл қазір кәсіпкерлер жасап жатқан салалардың тізімін беремін. Барлық сұрақтарыңызға жеке кураторлар жауап беріп отырады. Кәсіп бастауға деген қорқыныштарды жеңесіз және де алғашқы қадамыңызды бастайсыз. Төмендегі сілтемеге өтіп, тегін орын алып қойсаңыз болады. Мен сізді сонда күтемін. Саналы адам өзінің қателігін түсінгеннен кейін, өзінің шыбын болып жүргенін көргеннен кейін, соны өзгертіп, ол араға айнала алады. Маңайынан нұр шашатын, жақсылықты көп көретін, жақсылық жасайтын адамға айнала алады. Бұндағы мен айтайын деген ой тұжырымым, адамның тағдыры өзінің қолында. Адамның басқа жануардан айырмашылық 4 қасиеті бар, басты қасиет. Ең басты қасиет жаңағы санасы. Қазақ айтады, бала берсең сана бер дейді. Сана бермесең ала бер дейді. Өлсе өліп қалсын дейді. Өйткені санасыз бала қасірет. Сана деген не дегенде? Сана деген адамдың сырттан өзін өзі бақылай алуы. Не істеп жүр, бүгін не істейді, ертең не істейді, қазір қалай отыр, қалай сөйлеп жатыр, өзін қалай сезініп жатыр, ашуланып тұрма, қызғанып тұрма, жалқауланып тұрма, соны сырттан өзін өзі бақылап, өзін өзі көре алуы. Бұл сана дейді. Бұнда жетілдіруге болады. Екіншісі, адамның қиялдай алуы. Орысша воображение дейді. Қиялдай алу деген сөз болмаған нәрсені. Мысалы, сіз бір жаққа барған жоқсыз, әлі соны қиялдап көре аласыз. Әлі үй алған жоқсыз, көлік алған жоқсыз, бірақ соны көз алдыңызға елестете аласыз. Болмаған жағдайды. Басқа жан иесінде жоқ. Қиялдай алу артықшылық. Үшіншісі, адамның ұяты. Кез келген, мысалы, бір үй жануарларын қанша тәрбиелеп, қанша үйде, қанша оны оқытқанмен, ол бәрібір адам ұят дейтін нәрсені істей береді. Мысалы, бірдеңкен алып рұқсатсыз жеп қояды, бір жерге дәрет сындыра салады, жыныс қатынасына түсе береді, бұны ұят деп олар санамайды. Мысалы, жасы келген, мысалы, кәрі, күш қуаты жоқ, өзінің үлкен үйірінде жүргенді теуіп, мысалы, аузындағысын тартып, тіпті кейде өлтіріп тастап, кейбіреулер тіпті жеп қояды. Ал адамда ұят деген нәрсе бар. Кішкентай сәбиді жәбірлеуге болмайды. Әйел адамды жәбірлеуге болмайды. Үлкен адамды жәбірлеуге болмайды деген ондай немене бар. Ұят деген түсінік бар. Үшінші қасиет. Төртінші қасиет ерік жігері. Ерік жігер деген не деген кезде? Ерік жігер деген істеймін деген нәрсені істеу. Мысалы, жүгірем, білім алам, тағы бір жақсылық істеймін деген нәрсені сенің мына болмысың рұқсат бермей тұрсаң да істеу. Болмаса істемеймін деген нәрсені істемеймін. Темекі тартпаймын, ашуланбаймын, қызғанбаймын, тәтті тамақ жемеймін, майлы тамақ демеймін деген сияқты. Сенің нәпсің, болмысың тартып тұрса да, оны істемеймін десең, істей алсаң, оның ерік жігері мықты деген сөз. Және қалаған өмірде қандай нәрсені қалайсың? Мысалы, бір жерге барып демалғың келе ма, бірдеңе ойнағың келе ма, қандай биіктікке, қандай бір дүниеге, болмаса өмірдегі бір орынға қол жеткізгің келеді. Қалаған нәрсеңді істей алу, бұл адамның құқында ғана бар. Адамның бөлшегі сонда. Санасы, ұяты, ерік жігері және де адамның қиялдауы. Осы 4 нәрсе арқылы біз өз тағдырымызды өзіміз шеше алады екенбіз. Бұл өмірде, қысқа ғана өмірде, өмірдің мәні неде дегенде, көбінесе бір мақсат қойып, адамдар бір мақсатқа ұмтылады, сол мақсатта кейде құрбан етіп жатады, кейде тілі салақтап сол мақсатқа қарай жүгірумен өмір өтеді. Кейбір адамдар көп адамзаттың тарихында болған мақсатқа жеткеннен кейін өмірдің мәнін жоғалтып, өзіне өзі қол салып, қол жұмсап жіберген. Мысалы, атақты Лев Толстойдың өзі 4 рет өзіне өзі қол жұмсаған. Атақ бар, абырой бар,
байлық бар, денсаулық бар, отбасында жағдайы бәрі керемет. 12-14 баласы болған, әйелі керемет адам болған Софья Андреевна. Сонда 4 рет өзіне айтады, бәріне жеттім, өмірдің мәнін жоғалтып алады. Толстой ғана емес, осы сияқты көптеген адамдар өмірдегі мақсатына жетеді де, ары қарай өмір сүрудің мәні болмай қалады. Өзіне-өзі қол жұмсайды. Сондықтан осылай немене бар, мақсат қуу. Бірақ егер мақсат қылмасаң, өмірдің тағы да мәні жоқ. Негізгі өмірдің мәні осы тірі екенің, өмірге келдің бе, сол өмір сүруден ләззат алу. Табиғаттан, әдемілігінен, ауадан, адамдармен қарым-қатынастан, жалпы жай ғана сен қысқа ғана өмір, сол өмір сүруден ләззат алған адам, өлімді көп ойлаған адам, өмірдің қысқа екенін, жылт еткен бір сіріңкенің оты сияқты жақты да өшті де қалды. Мысалы, адамзаттың жалпы мына жаратылыстың жаратылуы 13,5 миллиард, 13,8 миллиард жыл, жердің пайда болғанына 4,5 миллиард жыл. Сонда ана адамның өмірі бір 100 жас деген ол жылт етіп пайда болған өшкен нәрсе. Соны сен мәңгілік емессің. Бұл мәңгілік өмір жоқ. Сен өлесінде қаласың. Жылт еткен өмірді екен ойлаған адам, оны қайғыруға, ұрысуға, ренжуге, дүние қууға уақыты болмайды. Ол өмірдің әрбір сәтінен рахат алады. Біз бүгін осындай бір мына Алма-Аламанда оқып жатқан шабандоздармен өзіміз жасағымызбен табиғаттың аясына келіп, өзіміз шештік рахат алуға. Әрине өмірдің мәні кешке дейін рахат алып, ішіп жеу, ойнап күлу емес. Сол мақсатқа қарай бара жатқан кезде адам ұлы мақсат қою керек. Мақсатты жеткеннен кейін, мысалы, мына үй алдым, кейбіреу айтады, шіркін-ай, баспанам болса, бір 2 қабат үйім болса, болмаса 3 бөлмелі үйім болса, осындай көлігім болса, айтады ғой, увидеть Париж, умереть деп. Шіркін Парижға барсам дейді. Оған қол жеткізгеннен кейін адамның мүлде өзін-өзі тастап жібереді. Өмірге деген құлшыныс болмай қалады. Өте үлкен, ұлы бір мақсат қойып, қол жеткізбесін үлкен мақсат қойып, соған қарай бара жатқанда сол сіңнен ләззат алу. Вот өмірдің мәні сол. Сонда күнде ләззат. Істеп жатқаны сіңнен, құлшыныспен, махаббатпен істеу, өмірдің негізгі мәні осыда деп ойлаймын. Мен де өзімде бір кездері ананы істесем, мынаны істесем деген кезде, соған жеткен кезде ананың түк қызығы болмай қалады. Мен де жатақханада тұрдым. Шіркін үйім болса дедім. Үй алдым. Бір аптадан кейін сол үй маған ата-бабамнан қалған үй сияқты көрінді де қызығы жоғалды. Көлік алсам деген, көлік алғаннан кейін оның да қызығы жоғалады. Содан кейін завод сатып алдым. 94 жылы 1,2 миллион ет комбинат. Ананың есігінен қаралмайтынбыз. Қарасаң, анау сенің жекеменшік. Түк қызығы жоқ. Барасың, біраз ғана қуанасың. Біраз ғана кішкене сәт қане. Кейде тіпті бір минут қане. Ал енді қазір менің мысалы үлкен арманым мынасы алаш ардақтыларының жазып кеткен, сызып кеткен қазақ осы елге қызмет етуден артық бақыт жоқ қой. Соның арманы қазақтың тілін, салтын, түгел дәстүрін сақтап, қазақ әлмисаққа дейін қазақ болып қалу керек дейді Әлихан. Біз араб болып кетпеуіміз керек, орыс болып кетпеуіміз керек, ағылшын болып кетпеуіміз керек. Тілімізді, дәстүрімізді, салтымызды сақтап, әлмисаққа дейін қазақ болып қалып, содан кейін жақсы өмір сүру үшін, ұзақ өмір сүру үшін, денің сау болып өмір сүру үшін Европаның ғылым мен мәдениет меңгеру керек. Жапония типті мемлекет жасаймыз деген армандары болған. Ол бір адамның өмірі жететін арман емес. Мен сол арманға қарай осы жастар тәрбиелеп, қазақтың санасын оятып, осылай мейірімді, қайырымды, білімге ұмтылған халық, қоғам жасауға біраз септігін тисе, сол істеп жатқан кезде сол адаммен ләззат аламын. Бір адам болсын ойын өзгертіп, бір 10 адам болсын табысқа жеткізіп, денсаулығын түзете алсам, сол істеп жатқан әрекетім маған үлкен рахат әкеледі. Ана керуен медикус бар ғой. Соған да бардым, тексерілдім. Былайша айтқанда бәрін істедім. Содан не істерім білмей, ары ойланып, бері ойланып, негізі сіздің курсыңызды 3 жыл бір көргем. Бірақ сізден қорқатынмын. Мен ұрыс жатқан видеоны бәрі алып тастаңдаршы. Батпай жүргеніміз. Потом сіздің медитацияңызды жасап,
тауларға шығып, қазір қайтпай жүрген, дәрімен емдей алмай жүрген ісіктерім бәрі қайтты. Аламанның 2-3 аптасындағы жаңа нәтижелерден кейін, тарбиесін қолдағаннан кейін, кооперативден өткеннен кейін, видео түсіру сабағын өткеннен кейін, жаңағыдай нәтиже болғаннан кейін, сеніммен қатар құлшыныс пайда болды. Осы құралдарды меңгеру керек, игеру керек, және қолдану керек. 5 жылдан кейін, 10 жылдан кейін сұраса да өкінбеймін деп ойлаймын. Аламанды оқығанына, бизнес бастауды өткеніме. Өйткені бұл жерде бірінші кезекте психологиялық тұрғыда өзгердім. Қарапайым күнделікті ерте тұрып ерте жатудың өзі үлкен нәтижеге алып келеді екен. Бизнес бастауға дейінгі адамдардың ойлайтыны қиын болып көрінетін шығар, бірақ бизнес бастауға келгеннен кейінгі түсінік мүлдем 180 градусқа өзгереді. Өйткені бизнес бастау оңай. Неге дейсіздер? Ол жерде құралдарды үйретеді, ол жерде жаңағыдай ағай өзі 5 жасар балаға түсінікті қылып түсіндірем деп тырысады, әрқашан қалай жасау керек, қалай жасамау керек, дұрыс нәрсені дұрыс жасау керек деген қағидалар бар. Ең басты мәселе бизнесте поток қой, клиенттік ағым. Клиент әрдайым келіп тұратын болса, онда мәселенің 80% шешілді деген сөз. Ар жағында уақытқа байланысты бәрі, уақыт және махаббатқа байланысты. Бұл бітпес жол. Мәңгілік өмір жоқ қой, өмірдің соңына дейін. Сонда адамның, былайша айтқанда, бағана айттым ғой, адамға удача, сәттілік әсер ететін болса, сәттілік біздің қолымызда емес. Тағдыр әсер етсең, тағдырға да біз ештеңе істей алмаймыз. Алла тағала біздің бәріміз жолымызды түгел, не істейтінімізді, әрбір сәтімізді түгел басқарып отыр десе, оған да біз істей алмайды екенбіз. Ештеңе істей алмаймыз. Аллаға әмір айтпаймыз ғой, менің тағдырымды былай қыл, былай қыл деп. Жалбарынсақ та, оған біз мынаны былай істеп бер, неге былай істеп жатыр, хақың жоқ жаратушыға. Ал біздің бір-ақ нәрсеге ықпал жасай алады екенбіз, өзіміздің талпынысымызға, өзіміздің білімімізге, өзіміздің мінезімізге. Содан кейін талпынайық, не болғанын көре жатармыз. Көптеген ойшылдарды, Толстой, Махатма Ганди, Шәкәрім, Әл-Фараби, Садгуру деген ойшылдар бар, басқа да философтар бар. Мысалы, Лараш Фуко деген сияқты. Батыстың ойшылдары, шығыстың ойшылдарын оқып, менің түйген, жиған ойыммен бүгін сізбен бөлісіп отырмын. Осыдан сіз бір ой түйсеңіз, осы сізге ұнаса, лайк қоя салыңыз, оған түгіңіз кетпейді. Егер сіздің бір осы ойға жетелеп, сізге бір ой туындаса, сол ойыңызды комментарийға жаза кетіңіз. Шіркін, осы әңгімені менің бір жақын адамым, досым, туысым естісе екен десеңіз, оларға жібере салыңыз. Бұл өмірде өз орныңызды тауып, өмірдің әр сәтінен ләззат алып, өмір сүргеніңізді мен қалаймын, соған тілектеспін. Келесі видео сұхбаттарда жолыққанша сау, саламат болыңыз.